Шымкент қаласы мәслихатының хатшысы Бахадыр Нарымбетов коронавирус инфекциясына қарсы вакцинаның 3-ші компонентін салдырды. Ревакцинацияны қалалық нөмірі 5-ші емханада жасатты. Мәслихат хатшысына Казвак екпесі салынды. Отбасымызбен түгелі вакцинацияландық деген ол, екпе алу қауіпті инфекцияға қалқан болатын жалғыз жол екенін айтады. Екі компонентте де ешқандай жанама әсер байқалмағанын айтқан Бахадыр Нарымбетов бүгінгідей дерт ушығып тұрған тұста жергілікті жұртшылықты жаппай вакцина алуға шақырды. Бұның барлығы адамның денсаулығы үшін жасалған білу керек. Енді ана қауесеттің бәрі өткен шығар. Бұл чип, жаңағы бұның барлығы әйтеуір әлемді бір жаулап алмақшы азаматтар анау-мынау деген бәрі. Сондықтан мен ойлаймын, балдарды жаңағы жасы жеткен болса, және үйдегі үлкен 60-тан асқан азаматтарымызға, ағаларымыз, апаларымызға да қазір Pfizerге рұқсат берді. Сол салдыру керек деп ойлаймын, себебі сақтану керекпіз.